бәріміз кім қолын көтермейді, соның қолтығы жығылға қараймыз бәріміз. Бәріміз мен қолды бірлеп түсірем, жоқ деп шапалақ соғайын. Бірлеп тек. Бірлеп. Бұл үйде тек қана той болсын. Бала шағасы көп болсын. Немере шөбере сүйсін. Осы әулет қызыққа бай болсын. Үлкендері сау болсын, алыстан келгендер аман етсін, елдеріне жетсін. Алла болса Ержанның жан-жары Күлекең 105-ке келсін. Ержан 96-ға. Нормал ма, қосайын ба? Қосайын ба? Қосайын қойын ба? Нормал, 96 нормал деп атыр. Бұл шағыратта илайында той болсын, шапалақ соқ қойында тойларыз құтты болсын. Жәнібек! Шырпиды қайда, шырпиды! Қайынжын қайда, қайынжын! Миллион құл қайда! Қапырақ шапалақ сосаңдар болмай ма? Ержан мен Гүлжанның бүгінгі тойында әлемде болат қосаңдар болмай ма? Жәнібек бұл шапалақ соғып қойыңыздар! Мен қазір ортаға бір үлкен делегат қалдырамын, ағайындар. Ол ер азаматта 3 жұрт болады, бірінші өз жұрты сөйледі, нағаш жұрты сөйледі, ендігі кезекте қайын жұрты сөйлесін деп, әдемі ақ тілек кезегін берейін. Ол делегатты бастап шығатын Асқат Одай әке, аяулы ана, яғни Гүлжандай қызымызды мәпелеп өсірген, ерген әкемізбен Жамиға анамыз бастап шықсын, ағайындары. Қош келдіңіздер, төл қуаныштарыңыз құтты болсын. Ерген әкемізбен Жамиға анамыз, Түн Мұхаммед Айнұр, Алуаш, Мерген Гүлжүсім, Ержан Жәмила, Саид Ханым, Мирдос Айжан, дұрыс қой, Манарбек Гүлайша, Ерхат Думан, Гүлмайра, Сағындық Айна, Дидар, қош келдіңіздер, ал деймін шайық. Бұл Ераханның қайын жүрді. Рахмет, той құтты болсын. Жаным, ағам, рахмет, маған спонсор болып отыр ағам. Апалар беріп үсті ма? Қош келдік. Ераханның қаздан қайдан басын. Ағасы келе алмады еді, сөйлесін, мен содан кейін сөйлесем, ер азаматқа. Ассалаумағалейкум, барша тойшы қауым, бүгінгі мынау Ержан мен Гүлжанның жайған дастарханына бәріміз де қош келдік. Ал енді бәріміз той жақсы өткізейік. Ал енді Ержан күйеу боламыз дегенде кеше 40-қа толып отыр екен, 40-тың қасына шығып жатсын. Ал жасың құтты болсын, ғұмыр жасы ұзақ болсын. Гүлжан екеуміз 100 жастарында артынан өсіп жатқан балапандарының қызығын көріңдер, ауырмай өсіп кетсін екеуі. Есе берсін, көбейе беріңдер. Жоғарыда отырған үлкендеріңіз аман болсын, құдашалар, жезделерің, аға жеңгелерің аман болсын. Алыстан келген қонақтарың аман болсын. Бәріңізге де той құтты болсын, құрдастарым. Құрдастарына қуаныштымыз. Ержанға 5 жылдаудың керегі жоқ екен ғой жаңа, құрдастардың бәрімізді қатырып. Енді Ержан туралы айтатын болсақ, Ержан деген өте елге қадірлі жігіт негізі. Мақтағанымызда тұратындай күйеу бала, өте қуаныштымыз. Енді Гүлжан екеуі бірге табыс. Біздің қыздар тап сондай еді, екеуі бірін-бірін тапты деп ойлаймыз. Ал енді бақытты болыңыздар, ұзақ ғұмыр кешіңіздер. Тек қана дастархандарыңыз қуанышқа жайылсын қай уақытта да. Ал енді
мен енді өзіміз жайлы таныстыратын болсақ, біз енді Жымпиты елінен боламыз. Сырым районы Жымпиты елінен руымыз деген жауғашты, байбақты жауғашты болады. Жауғаштың ішінде қарақұдасымыз. Әкеміз, шешеміз ертерек кетті. Енді сол кісіден тараған 10 ұрпақпыз. 5 ұл 5 тіледік. Ең үлкен тәтем қайтты, ағамыз. Содан кейін қалғандарымыз Құдай көпсін бесін барымыз айтыр. Енді мынау жерге келіп отырған сол ағаларымның ұрпақтары, апамның мынау күйеу балалар, жиендер. Құдай көпсін бесін барымыз негізі. Енді осы келгенімізге риза болыңыздар. Осы бары енді ағаларымыз деген кеше боранның салдарынан бұл жаққа келе алмай қалды. Су жоқ, газ жоқ, свет жоқ деп. Енді Құдай кешірім сұраймыз енді. Бұл жерде үлкен жеңгеміз келіп отыр. Мынау деген ең үлкен жеңгем ағамыз қайтты. Соның бұл жерде қызы мен күйеу баласы келіп отыр. Бұл жерде Гүлайша мен Манарбек. Ең үлкен ағам. Одан кейінгі апамыз деген Жаңғалада ол ауырып отыр. Балалар қасында сол кісіні бағып отыр. Одан кейінгі осы үлкен шаңырақтағы қазір жеңгеміз мынау. Ағамыз үйде қалып жаңа мал қарап. Ол кісінің үлкен баласы Мерген деген. Гүлжүзім келін. Ержан, Жәмила деген мынау Гүлжан, бұл кісінің 3 баласы бар. Үшеуі, міне осы үшеуі. Бұл үшеуден тараған ұрпақ ағамын болсын, ұрпақ қызығын көріңіздер бәріңіздер. Одан кейін көкеміздің үлкен баласы келіп отыр, Сағындық. Айнагүл деген 2 кішкентайынан келіп отыр. Одан кейінгі апа жездеміздің балалары Саид, Гүлмайра деген келін ханым. Думан, күйеу бала. Содан кейінгі Егіндікөлдегі жездемнің балалары Мердос, Айжан. Алуаш деген мен үйде 9-шы қарындасым 10-шымыз, біз қарттың соңғы патрондарымыз. Осы сатпен келіп бардық. Ал қуанышы жағынан болсын. Бұл кісі бар екен. Мына жерде менің жолдасым бар. Жар дегенде жалғызым өзім. Тайпақ қалар шақта болғанмыз. Есімі Айнұр, руы Масқар. Бұлай балқиямыз. Құрметті тойшы қалың тойларыңыз той қаласын. Барлығыңызға Сырым елінен сәлем берем. Енді бүгін баламыз, күйеу баламыз, әрі баламыз деп есептеймін. Баламның атта Ержан, күйеу балам атта Ержан. Қамалалар 40 жасқа толып жатыр екенсің. Жасың құтты болсын балам. Және екеуің үрліші бірін болып бақытты ғұмыр кешіңдер. Алтын асықтай ұзын әмірмен күміс қасықтай қызың асылының қызығын көріңіздер. Енді бүгін тойға келген барлық ағайын тумаларға, құдаларға, құда-құдағайларға, Ақсайдан келіп отқан әріптестеріне, Жәнібекте бірге оқыған класстастарына бәріне сондай рахмет етеміз. Өте жақсы өтіп жатыр той деген 40 жас. Бәрі көтеріп жатырсыңдар. Жақсы. Енді осы 2 балама жер бетіндегі барлық жақсылықты тілеймін. Әрқашан отбасы аман болсын, денсаулықтары мықты болсын. Тек шаңырақтарынан шаттық кетпесін, бақытқа бөленіп өсіп жатқан ұл қызының қызықтарын көрсін ары қарай. Барлық жақсылық тілеймін. Енді алыстан келіп жатырған Құдаша Майгүлге, Алматыдан келіп жатырған, Астанадан келіп жатқан достарына бәріне рахмет етеміз. Мынандай ауа райының қолайсыздығына қарамай бәрі қуанышқа осы Ержанды еліп келіп жатқанына рахмет етеміз. Енді не айтамыз енді барлық жақсы тілектер айтып жатыр. Сол тілектердің бәрі Алланың құлағына салынсын. Аман есен болыңдар. Ең бастысы бастарың аман, бауырларың бүтін болсын. Барлық жақсылық тілеймін. Құдашаларға осында Шолпан, Айжан, Құдаша жаңа Майгүл Мемлекаларды айтып кетейін.
танитындардың бәріне. Ана Жәнібектен жаңа жиендері, бөлелері келіп отыр. Оларға да рахмет. Осындай нағашылары неше өте алыс ғой енді. Содан келіп тұр. Бәрімізге рахмет айтамыз. Той-тойға ұлассын дейміз. Ассалаумағалейкум тойшы қауым, бәрімізде бүгін қуаныш, бәрімізге ордақ деп, біреулерімізге ағайын, біреумізге жең бөле деп алыстан атарқылып осы тойға жиналып қош келдік. Тойымыз той боласын. Құрметті ағайын, енді жаңа айтып отыр ғой, жақсы тілектерге бәріне қосыламын. Ал ержан, гүлік, жастарыңыз жас қосылсын, жастарыңызға тола беріңіздер, мына жиендер қызықтарына тоймай, осылардың қызығын болып жүру еді. Жаңа таныстырып өтті ғой баршаңызды. Ал енді той болсын. Қош жағынан болсын. Ал құрметті тойшы қауым, мына жерде құдаша, Айжан, Шолпан құдашалар, Майгүл құдаша, құрдастары ержанның, бүгінгі мына жұмыстастары келіп жатқан барлықтарыңызға қош келіп жатсыздар осы тойға. Тойларыңыз тойға ұласын, ержан жасы құтты болсын, денің сау болсын бастысы. Гүлік екеуі тек жұптарын жазылмай, әрқашан бақытты болып, ұл-қыздарының қызығын көріп, жарқырап жүре беріңдер. Жұмысың жемісті болсын, аман жүр қайда жүрсең де. Енді Гүлік пен ержанды манадан мақтап жатыр. Бұлар барлық мақтауға лайықты. Тіл көзден аман болыңдар тек. Біз сіздерді жақсы көреміз. Ғұмыр жастарың ұзақ болсын. 83 құрдастар деп жатыр. Сіздерге де көп-көп рахмет. Әрдайым осындай жарқырап көріп қалатамыз шеттеріңді, қандай мереке болмасын, қандай шершік болмасын, әрдайым осылай жарқырап күшті болып жүресіңдер, жұптарың жазылмасын, қуаныштарың көп болсын. Құрметті ағалар, қош келдік. Алтын аттар болып жатқаныңызға көп рахмет айтамын. Енді ержан бажаев қайған барасын құтты болсын деймін. Ал енді басқа не айтамын енді. Семьяда бақытты бол. Семьяның қызығын көр деймін. Ал басқа не айтамын. Сұр бәріміз қосыламыз. Құрметті тойшы қауым, баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін үлкен ержан мен үлкен қаржасы. Енді барлық ержанды сыйлап келген қонақтар, құдашалар, алыстан келген Майгүл, Айжан құдаша, Шолпан құдаша, Жәнібектен келген Жанар құдағай деп қойып, баршаңызға рахмет. Құрдастары, жұмыстастары. Өте қуаныштымыз. Ержанға енді барлық Алла тағала үлкен қуаныштар, жетістіктер нәсіп етсін. Жақсылықта келісе берейік. Атайық біздерде енді. Ақжезден 40 жасына келіп қалдық. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Ал бәріміз қош келіп қалдық осы Ақжезденнің 40 жасына. Бұның 40 асып үлкен мерей тойын жасап жатырмыз бәрімізбен. Ал бөлісіп жатсын көп-көп рахмет. Ақжезде мына құрдастары күлмесін, уайым берісінде байытып жатқан құрдастары бір назар аударып қойыңыздар. Көп галстук сатып алып тек қоясыңдар. Ал сендер күлмеңіздер, мен айтып қоймын, жерде Шолпан құдашамыз біздің көршіміз. Жаңа жездем келеді, біздікіне соққан кезде, шай ішіп отырған кезде айтамын ғой, құдашалар аман ба, жездең аман ба десем құдалар деп. Соққан жоқпын, қазір соған ғой деп қояды. Негізі бұл кісі қайын жұртшыл негізі бар ғой, өзін жақсы көретін Ақжездер. Елуге дейін күлсеңдер күле беріңдер, мен бірақ айтамын енді. Маған жезде болып бұйырып тұр екен бұл кісіге енді. Мойнынан мінсем көтере алмайды енді, осылай ойынды көтереді енді. Енді аман жүр жездеға. Енді Гүлжан екеуің бар жақсылық тілеймін енді. Отбасыларың шайқалмай осылай кішкентай өмірлі шүбірлі болыңдар, осы кішкентайлардың қызығын көруге жазсын. Ақжезден осы туған күніне келу маған бұйырып тұр екен бізге.
бүгін енді құдалықты атқарып осылай келіп тұрып Ақжездемнің туған күніне. Ақжезде, жаңа енді денсаулық, зор байлық. Не тілеймін енді, коллеги, посмотрите, да, анау, чтобы еще раз не споткнулся деген сияқты ғой да, с лестницами поосторожнее деп қояйыншы, да? Иә, Жездем құлап қалмасын, сақ болыңдар, кондер ілгізбеңдер, бұл кісіге чертеж қарайды, бұл кісі. Бұл кісі бастық, қазірде бұл кісі свет өткізбейді, бұл кісі чертеж қарайды. Аман жүр Жездем қойды. Ал осы бойыңа сыйғызған осы енді бар жақсылығыңды, қуанышыңды енді осы бойыңда ұста. Сен адамгершіл, көпшіл екенді білеміз, бауырмашыл екенді білеміз, әрқашан жаңағы жақынға көмектескің келіп тұрды, оны да білеміз, қайыршыл екенді білеміз деп байсың. Ал дөңгел шапалақтап қояшы да Жездеме. Ал көп рахмет, құтты болсын дағы. Ассалаумағалейкум, товарищ. Жезде жасыңыз құтты болсын, ғұмырыңыз ұзақ болсын. Осы айтып жатқан барлық жақсы тілектердің бәріне қосыламыз. Осы отбасының амандығын тілеймін. Кішкентайларды тек қызығын көріп жүре беріңіздер. Жақсы, рахмет, той болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, барлықтарыңыз Бажаның туған күніне қош келіп отыр. Бажа, жасың құтты болсын. Тек сіздердің шаңырақтарыңызға тек қуанышқа келейік. Отбасыларыңыз аман болсын. Бір жұмақ сөзбен тілегім жеткізейін. Арылмай шаттық көпке ажарында, бақыттың таусылмайтын базарында, қайыспай сенім атты үміттерің жүре бер бір Алланың назарында деген келеді. Бақытты болыңыздар, денсаулық болсын, денсаулық болса қалғаны болады деп ойлаймын. Құрметті тойшы қауым, барлықтарымыз енді біздің Жездеміздің, апамыздың туған күндеріне қош келіп жатырмыз. Ал енді әзіліміз жарасқан, ойынымызды, еркелігімізді көтере алатын енді мен аппақ Жездем. Туған күнің құтты болсын, денің сау болсын. Осылай енді Гүлжанмен бірге қол ұстасып, балдарының қызығын көріп, аман-есен отыра беріңдер. Енді жаңа айтып жатыр ғой, лестницамен поосторожнее деп. Сол енді аяғына қарап енді дұрыстап жүр. Артында балдарың бар. Артында балдарың бар. Сол енді бар жақсылық үшін. Алып қойыңыз. Иә, алып қойыңыздар. Мына құрдастары бір цвет болып киіп келетін білген сияқтысыздар сіздер. Енді мына қызыл тағып келейік, қара киіп келейік. Бір кісі розовый киіп келсін деп кім пландап келген? Идея кімдікі? Сіздікі ме? Атыңыз кім? Гүлмайра, балысыз ғой, е? Шиыр шыққасыз Сендер шиыршыққа қатыстарың жоқ па? Онда неге шиыршыққа деп айтып жүрсің? Бәрі шиыршық. Енесінен басқасын бәрі шиыршық сияқты ғана жерде қар. Мына сізге идеяңыз үшін, және соны іске асырғаныңыз үшін, мынаның кісілердің бәрін тыңдатқаныңыз үшін, бәрі тыңдаған екен, мына кісі тыңдамай қалған екен, маған бәрі тыңдаған екен әнізді. Группада жоқ па бәрі? Леселікке сөзге тейік келіңіздер. Ержанның қырғыз
Үйден шыққанда біреуге жинап шығарасың ғой, бәрін нормально. Шапалақ соғып қояйық барша күлге. Күшті подарка бар, соны ерекше бір бейімдеген қонаққа дейін күттім. Баршаларға шапалақ соғып қойыңыздар. Ең үздік биші. Рахмет. Құрдастардың арасында не может быть бір қыз күшті ме деген жоқ, а? Кім? Лора? Велора, Астана, Велора! Велора қоятыңыз. Мына матрешка сізге. Мынаның бәрі ыдыс. Матрешка деп тұрған сүйем көріпсіз ғой. Әртүрлі рәсімдерді. Құрдастардың арасынан күшті биші. Көрелмейтін шапалақ соқпаңдар. Рахмет. Ай, мен саған бердім ғой оны. Тарап жаған не соны? Ал қосылайық, бәріміз бірге. Достар, жүрсін қайда, біргелі Волгоград емес пе, Паласов емес пе, неге бір орысша өлеңді көрмес пе? Кеттік, жібер! Я сам задану на недельку, я уеду. Куда? Сәлем айт, аха. Если часом! Мультфильмнің атығандай кім білет қолын кетерсін подарок беремін. Опай, как называется мультфильм? Ана, ағам шақырайын, төрдегі очки киген ағам, келіңіз. Шапалақ соғып қойыңыздар. Ассалаумағалейкум. Қайын жұрт делегатын бастап келіп отырған ағамызға бір қошеметтеріңіз соғып қойыңыздар, қадірменді ағайындар. Әкеміздің орнына келіп отырған үлкен жүкті атып жаңа тілек кезегін бастаған осы ағам, есіміңіз? Дінмұхаммед. Жаңағы мультфильмнің аты? Винни-Пух. Винни-Пух. Бір сұраққа бір подарок бермейін, тағы да бір сұрақ қоямын, соған дұрыс жауап берсеңіз подарок беремін. Келсіз қой. Сұрақ. Қанаттың папасының 3 баласы бар, біреуі қаңтар, екіншісі ақпан, үшіншісі? Қанат қой дейсің, қанаттың папасы. Наурыз деп жатырмын мына жақта. Қанаттың папасы ғой. Кеттік. Кино, мультфильм, жібер. Костюмге, қара костюм.
жасасын деп айтшы. 83-те әрдайым жасайды ғой. 83-те жасады. Рахмет. Өзі 83 қой. Қай кино жаңағы? Премьерский музыкант ғой. Так, сұрақ қояйын, сол сұраққа. Кім боласың, кім Ержанға? Қайнағасың? Ержанның қайнағасы. Туған қайнағасы? Родной, тумаған қайнаға деген бола ма еще? Так, ендеше сұрақ. Біздің Ержан мен Гүлжанның бас қосқан жылы күні айы. 2013. 13 ба? Сен Ержан өзің білесің ба, Ержан? Бүйтіп кішкене 2013 дұрыс айы. Май ма? Ау, айта береді дейсің мен алысың? Ол айта береді деп қойды. Так, июнь. 28 ба? Дұрыс ек, шапалақ соғып қойыңыздар! 83! Қайын жөт шықса болды, бәрін бүйтіп қарайды маған. Кім подаркалар екен де, 50 жасқа дейін бірдеңе келіп жүр ғой саған. Қай кино? Көрейік, кеттік, кино. Нам все равно, нам все равно. Келіңіз, қара көлек, келіңіз. Қошемет соғып қойыңыздар, қара көлек жанымға. Сәлематсыздар. Сен дұрыстамай тұр ғой, атыңыз кім? Кім боласыз? Сен 83-сің ба? Қақтасыз ба сіз? Мына кісі қақта ма? 41-ге толайын деп жатсың ба сен? Көз жас көрінесің. Шын айтамын ғой, 39 жасатсың, көз жас көрінесің. Жаңағы қай кино? Бір сұрақ қоям, соған дұрыс жауап берсең подарок беремін. Келістік қоя. Ал ешкім айтпайды, кім айтады сол өзекші. Сұрақ. Сіз кухняға кіргенде әрдайым алдыңызда тұрады. Т деген әріптен басталады, 17 әріп ол не? Тоңазытқыш емес. Бәрінің үйінде бар ол. Табалдырық емес. 17 әріп Т-дан басталады, ол не? Білмейсіз бе? Мына ұстаңыз. Оның аты трехлитровая банка. Көрейік. Кино, жібер. Кино. Соңғы кино болсын. Кино, ақкөлек, очки таққан ақкөлек, келіңіз. Әй, стоп. Әй, сенекі молочный ғой. Мен ақкөлек дедім ғой. Ананың қасында ақкөлек қой. Ойнап, келе бер. Шапалақ соғып қоя, келіңіз. Рахмет. Шын айтып, негіз ана кісі жақын ғой. Атыңыз кім? Тұрсынай. Кім боласыз Ержанға? Қарындас бол. Туған қарындас. Ода, тұп-туған? Тұп-туған деген ол олмай жүрсіңдер. Іште. Қай күні жаңағы? Келін. Дұрыс. Анандай кәлені келін бәрі бір күнен ойнамай ма бәрі? Так, сұрақ қояйын. Ендеше сізге сұрақ. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласынан Жәнібек ауданы Қайрат ауылы. Тура қанша шақырым? 500. Жәнібек қой 500. Қайрат айтамын мен. 35 шақырым. 35-тегі шақырым емес мына жердегі. Сенімде көп па шақырым деген 35 шақырым. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласынан Жәнібек ауданының Қайрат ауылы неше километр? Таксистер жатқа біледі ол жерде. Айта қой. 28. 28 деген осы жерден Зашаганск тек қана. Неше? 528 дұрыс па? Мына кісі бүйтті ғой. Неше? Барады енді 533. Неше? Я слушамам. Маған бәрі өтіп өтсің ғой. 530 ғой шен аға. Мына сізге қуаныш бақтыңыз. Рахмет. Шапалақ соғып қарындастар. Көрейік. Bir gün koya koy, көрейік. Құрдастардан, достардан бір алып шыға қойайын. Bir gün. Келе қойыңыз, ағам. Не сендір екеуің? Біреуің қоша шайды. Аққөлек келесе қара көрек қайсы шығасындар. Шапалақ соғып қой!
рахмет. Бұл кісі Шымкенттен қайдан біліп қойдың сен? Еще Шымкенттің өлең қостығы Түркістанның кісісіне. Так, есіміңіз? Дәурен болады. Ержанды қашан беріп танисыз? Так, 6 жылдың көлемі болды мен танып жүргенде. 6 жылдың көлемі болды. Үш жақсы қасиетін айта қойыңыз бірінші. Үш жақсы қасиетін айта қойыңыз Ержанның. Так, бұл жақсы отағасы. Жақсы отағасы. Өнегелі әке. Өнегелі әке. Мықты іскер азамат. Мықты еңбекқор, шапалақ соғып қойыңыздар. Әріптес ағалары мақтап жатыр, мақтауын асырып жатыр. Бұл НСС компаниясы, НСС. Жаңағы қандай кино? Сол жерін арамыз? Ағам сұрақ қоямын, сол сұраққа дұрыс жауап берсеңіз бір мықты подарок берейін деп тұрмын. Мына мәшинаңыз запықы, сізге запық қой. Және де тағы да бір подарок беремін, егер мына сұраққа жауап берсеңіз. Сізге сұрақ. Сіз машинаға деп келе жатсыз. Машинадан 15 жастағы жігіт түсті, 12 жастағы жігіт мінді. Сонда жүргізуші нешеде? Дұрыстап тыңдаңыз. Сіз машинаға деп келе жатсыз. Машинадан 15 жастағы жігіт түсті, 12 жастағы жігіт мінді. Сонда жүргізуші нешеде? Сіз нешедесіз? Жүргізуші кім? Мен. Дұрыс қой енді, езбен атсыз. Шақырасы оңбай әріптестері, НСС компаниясы. Тамаша, рахмет, кеш құтты болсын. Күшті ғой, мына 83 жыл ұйымшылдығына риза болып тұрмын мен деген. Расымен де, мынандай ұйымшылдықпен тойға дайындалу, мынандай тойдың шырайын кетіріп, шашпауын көтеру. Керемет, 83 жылдың құрметіне бір қошемет соғып қойын. Өз жұрты, қайын жұрты, нағаш жұртының ұйымшылдығы қандай, Ержанды қалай жақсы көреді. Көріп тұр ғой, өз жұрт, нағаш жұрт, қайын жұрт, бауырлар. Және бір топ бар, арнайы осы тойға уақыт жоқ заманда уақыттарын тауып, біраз жерде шаңдатып, қара терін парлатып, Ержанның шырайын шашпауын көтерейін, тойының шырайын кетірейін деп келіп отырған ол НСС компаниясы. ендеше мен орталарыңызға аттарыңды жүктемеймін, ақ тілеккесігі әріптестері, коллектив НСС компаниясы қош келдіңіздер. Ал бейне шырай ортаға НСС компаниясы. Қауым, Ержан бауырым, келін, қыз жасың құтты болсын, бізге маған жақсы болсын істеп қойды. Қырыққа келіп қалғанда, егілет, қалайлет. Нағдың өртеп отқан ұлғызым бар, естіп отырмын, көріп отырмын, қандай керемет. Достарына ерекше рахмет айтқым келеді. Слав тұсынан көріп тұрамын, сендер әр шершіктарында бой боласыңдар ма, мен неше тұрмын, ырзамын. Керемет нәрсе, керемет үрдіс. Келіншектермен бірге ұйымдастырып жүрген мен өте қуаныштымын. Ал Ержан, Надин қыз жасың құтты болсын, денің сау болсын. Отбасың амалы көріп жатырмын, әпкелерің, апаларың бар екен, керемет сөздер айтып жатыр. Ол уақыт емшілейді, айтып жатыр ғой, апамыз аяғымыз аяғымыз деп. Орны бар, оңалады деген осы. Апаларың бар, артында ұлым бар, қызым бар, орында бар, оңалады деген осы мысқа. Семьяң бар, қызың бар, ұлым бар, осың бар. Нағы дейміз, бұл Ақсайдан келіп жатқан жағдайымыз бар. Мен өзім Түркістаннан келіп, сен бұны арнайы келдім деп қояйын. Айында мен өзім Түркістаннан тұрамын, Ержанмен бірге 6 жылдан бері жұмыс істеп отырмын Ақсайда. Мен почти 100 оралдық болып кеткен. 500 Жәнібектен Шеркешпін деп қояйын. Достым болған, дұрыстан айтадым ба. Жігіттер, мен ырзамын, Батыс Қазақстан облысына ерекше алғыс айтқым келеді. Осындайына. Елдар бауырым қайдасың? Таңда, саған ерекше алғыс. Мен талай той болып жүрміз, бізде де Түркістан той болады. Бірақ сендердікіндей ғой, біздікі жаңағы апыр-топыр 20 адам шықса 2 адам сөйлейді, талай ішке деп еді. Сендер де каждыйына сөз беріп, ойынын ұйымдастырып керемет. Елдар, саған ерекше алғыс айтқым келіп отыр. Тағы дейін, Ержан, көп сөз үйлемей қойын, көп сөйлеген, алдында сөйлегенде бар. Россиядан
Россиядан специально Татьяна Мельбарамыз келіп отыр. Специально Москвадан Путин его жіберіп отыр. Таня екеуміз бір әңгімесін айтшы. Таня Оралдағы біздің филиалдың директоры, почти что. Оралдағы. А Таня өзің жалғастыратын, дальше ты будешь продолжать, я просто не знаю, короче. Ержан, во-первых, с юбилеем тебя, хорошая дата, Курдас. Я тоже, у меня скоро юбилей. Желаю тебе самое главное здоровья, тебе, твоей семье, родителям. Я так давно тебя уже знаю, ты всегда такой пунктуальный, ответственный. Постоянно я на связи, Таня, что надо, вот, все я сделаю. Да. Спасибо тебе, что ты есть в нашей компании. Мы тебя очень ценим, любим. С днем рождения тебя. Дай Бог тебе здоровья, твои дети, чтобы тебя тоже радовали, и супругу тоже. Ну, всего хорошего вам. Семейного достатка, благополучия. Ержан, бәріміз отырған денсаулық, жасын шешін осылай тойлайық дейді. Микрофон. Бүгінгі елу жасын Басын ба, денеге саулық тілеймін. Осылай арамызда жарқырап күліп ойнап жүре бер. Жап жас болып осылай. Ол қызың қуанышты болсын, көре берсін ол қыздарың. Отбасында қуаныш болсын. Барлық жақсылықтар отбасына жақсы жаңалықтар үйретіп болсын. Ал қайырлы кеш, құрметті қонақтар. Ержан, құрдас, бір жылдан кейін мен де 40-қа толдым. Сені артынан қуып келе жатырмын. Туған күнің құтты болсын, денің сау болсын, жұмыста жемісті бол, беделің аса берсін, үлгілі азаматсың, үлгілі отағасын көріп тұрмын, бала шағаң қызығын көр. Ержан екеуміз бақытты ғұмыр кешіңіздер. Жүз жаса, достығымыз артай берсін. Жұмыста жалғыз құрдасым мен сияқтымын ғой. Қайда жүрсең де аман жүр. Біз сізді сыйлаймыз, құрметтейміз, әрқашан қолдаймыз. Бақытты болыңдар. Бәріміз қосыламыз. Ал енді ассалаумағалейкум, қашақты қойшы қауым. Енді қош келдіңдер, құлтастары 80-84. Ал енді Ержан болсын, қамыңыз құтты болсын, дені сау болсын, қайдасында аман бол. Енді Ержанды өзім 9 жыл білем, 2005-те барып едім, Сайрамызда. Осы кісіні көріп, дос болып өтті екеуміз. Өте керемет жігіт. Достығымыз соншалықты, дато өткен кеткен сайын Ержан үйіне соғып тұрамын, қонақ боламын. Ержанның үлкен баласы деп айтты болатын мысалға. Бастайын болып тұрам үйіне кірем, жеңеше әрдайым келсе де қуана-қуана қарсы алады. Көріп тұрмын, достықтан көп сынап келіп отқан жоқ, сыйлап келіп отыр. Тек жастары болса, үлкендермен қоса болса, білмеймін енді жерден әше дүбірлі той болады. Көріп тұрмын, Ержан өзі азамат жігіт, әрдайым жаңа айтып отқан әнші дегенде Ақсайда караокеға барамын, бірге бастайын. Виктор Цой дейді да, бүйтеді, Виктор Цой ойлайды, соған айтып отқан ғой, ана әнші деп. Қалай өзіміз әншіліккенбіз, уайымдама, лексізден қатмаймыз. Аман бол, сау бол, екен қоса қартайын, кішкентай бүлдішінде аман сен өсіп кетсін, қызықтарына тола жүре беріңдер.
не тілеймін енді қашанда. Той құтты болсын ағайын. Туған құтты болсын. Мерейге қаржас. Спортқа қайсы жақын ішінде? Қайсы? Фитнеске баратын? Қайсы? Марат бүгіндегі еңбегі сіңді ғой, тоқсан ішін жатыр ғой. Кім? Ал, мынаны кім секіріп береді, соған берейін деп тұрмал. Скакал. Көрейік. Көрейік. Жаңа бойға келмейді ау. Өзі қиын болып кетті ау. Бір қалыпты. Санауға келмейді екен, бірақ нормально аға. Шапалақ соғып қояйық, күшкізбей, жер-жер өстейді екен өзі. Мынау масасы қоймайды екен, да? Ресторан қосылып жатыр ма? Не деген шапалақ мынау? Рахмет. Әділ ғой. Өзі секірді ғой. Доста, сенікі мына. А? Вы тоже, да? Давайте попробуйте. Мама, молодец, шапалақ қайда? Рахмет. Рахмет. Мама, беш мен секіріп көрейін. Это вам подарок с Уральска в Москву.
доспен емес, доспен қалаған азамат екен. Құдай көпсінбесін осы жерде достары, әріптестері, құрдастары, тайғылы тебіс күрескен класстастары бар, кешінің шырайын келтіріп жатқан жайы бар ағайындар. Бәрі де осы достарының, құрдастарының арқасында, ендеше мен бір топтап қазір бірінші достарды алдырайын орталарыңызға. Әдем ақ тілегін жаудырсын, ендеше орталарыңызға Шәкір Жұмабеке, Нұрбол Райгүл, Айжарық Гүлжауар, Әлібек Әсем, Жайнагүл, Тұрар Гүлназ атты бір топ достарын алдырайын бірінші. Қош келдіңіздер, ақ тілек кезегі өздеріңізге өмір қосқан достар. Достары, қош келдіңіздер, қуаныштарыңызбен төл мерекелеріңіз құтты болсын. Микрофон сізге берейін, ақ тілек жаудырайық, ал тыңдайық. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, барлықтарыңызға қош қалып. Бүгін мына Ержан досымыздың туған күніне бәріміз келіп отырмыз. Ал енді Ержан досымыз құтты болсын, туған күнін келіп өткен. Ең басты дені сау болсын. Мына өсіріп отқан қыздардың қызықтарын көрдіңдер, аман сен өстіпейсің. Мына бүгін ағайын тобы, туыс, дос, жұмыстас бәрі қауымға келіп жатыр. Мына әсіресе құрдастарым мен білем, өте ұйымшыл, керемет жандар, бәрі керемет. Ең бастысы дені сау болсын, жұмысына табыстылым, амандықты жасықта кездесе берейік тойында. Алла берген жасқа жете бер. Енді Ержанның мен 2005 жылдан бастап танимын. Мен Ержанды таныстырған мен бұл жерде Есен Ринат деген досым бар. Сол арқылы мен таныстым Ержанмен. 2005 жылы таныстық. Сол арқылы содан бері осы күнге дейін араласып құраласып жатырмыз. Дос болып Ержанның енді жақсы мінезді айта кететін қасиеттері бар. Біз енді пәтер жалдап тұрған кезде Ержан бізге жиі келіп тұратын еді. Ол кезде бойдақпыз. Есіміз келді. Қыздар келеді, анау келеді, мынау келеді. Ринаттың класстастары келеді. Біз айтатын көп. Бұл жерде Астанадан келген құрдастарым келді. Айта берген көп қой да. Ержан келсе Шәкір келеді бұл жерде. Шәкір бар. Бізге әрдайым есіміз ашық болады. Ержан келеді, одан шай ішеміз, одан Шәкір келеді, шай ішеміз. Осындай қызықты күніміз өтті, керемет. Мен ризамын осындай Ринатты әлмен арқылы осындай Ержанды танысып, одан осы құрдастарымен танысып, бәрімен көбін бәрін білісіп, үйреніп қалдық. Сұрасып отырамыз, амандықтарын тілеп отырамыз. Енді Ержан өте қарапайым, өзі бауырмашыл, ақ көңіл, әзілқой, әйтеуір барын қолынан болса беріп отыратын сондай үлкен азамат жігіт. Осындай азаматтар кездесуге өте қуаныштымын. Ал осындай бағынан тайында үлкен белестерге жете бер. Сол баршасы тілеймін. Осындай араласып, құраласып, бауыр болып жүре берейік. Сол үшін алып қойыңыздар. Ал енді құрметті қонақтар, бәріміз қош келдік. Ержанның қаражасына. Ержанның туған күні құтты болсын. Енді балаңның қызының қызығын Ержанның бірге көріңдер. Енді сен дос десе досысың еді, дос болса сенде болсын. Қашан көрсең де шындап көріп жүресің. Бір түнде жүрегіңді көрмейміз. Балам да өзің сияқты. Айтайын, бақытты болсын мәңгі. Беделің түспесін, тума туысқандарың арасында, достарың арасында. Бақытты бол мәңгі.
Ал енді құрметті қонақтар, бүгін енді Ержанның 40 жасына келіп қалып жатырық. Ержанның апа жезделері, апалары отыр, Гүлжанның анасы, бауырлары отыр. Ержан, Гүлжан, бүгінгі жастарыңыз құтты болсын. Енді біздер Гүлжанның достары боламыз. Бірнеше жылына берекеде қыздар Гүлжан бар, төртеуміз, Райхан деген подружкамыз бар, бесеуміз жазбай бірге жұмыс жасадық. Содан құрбы болып араласып кеттік. Гүлжан мен тойымда, тұрмысқа шығу тойымда жылдас болған. Содан кейін Ержан екеуі бас қосып, керемет әп-әдемі отбасы болып отыр. Мейроктай тәп-тәтті бала, асылындай керемет тәп-тәтті қыз дүниеге келіп жатыр. Барлық жақсылықтар құтты болсын. Ержан достарына, класстастарына ерекше қуанып, риза болып отыр. Мынандай нені көрген жоқпыз біздер, шынымен де керемет көтеріп. Бірдей Ержанның статусынан көріп жатырық дейді, біздер Гүлжанның статусынан көріп отырамыз ғой. Ылғи бірдей түсті киініп, керемет бір образдар жасап, ылғи бір шиыршықтарыңызда керемет болып жиналып жатасыздар. Ерекше рахмет, сіздерге ризамыз, осындай керемет үлгі етіп жүрсіздер. Осылай достықтарыңыз ешқашан ажырамасын. Ержандай достарыңыздың беделін көтеріп, бәріңіз бірдей көкпеңбек болып киініп, күшті болып отырсыздар. Сіздерге ерекше респект дейді ғой. Енді Ержанның осындай керемет беделді азамат, адал дос екені, осындай өзінің мерейтойынан көрініп тұр. Қаншама адам келіп отыр, шашбауын көтеріп Ержанның 40-қа толған мерейтойын бірге атсалысып, қуанып келіп отыр. Осылай достықтарыңыз ажырамасын, Ержан, Гүлжан дастархандарыңыз тек жақсылыққа жайылсын, достығымыз мәңгілік болсын. Гүлжан екеуі тұрмыс құрғаннан кейін де Ержан біздің ортамызға сіңісіп кетті, керемет араласып кеттік. Гүлжан өзі ақкөңіл, керемет құрбы. Ержан да дәл сондай болып жолыққан, екеуі бір-бірін тапқан керемет отбасы. Әрдайым риза болып отырамыз. Енді құтты болсын дағы да 40 жастарыңыз. Ержанның 40 жасы құтты болсын. Ержан кереметтей ресторандармен оған көріп, дастархандарыңыз тек осылай жақсылыққа, қуанышқа, тойға жайылсын. Ержан, денің сау болып, өсіріп отырған ұрпақ қызығын Гүлжанмен бірге көріп, бауырларың бүтін болып, тек әрдайым достықтарыңыз, достарың болып жатыр, ажырамай, үзілмей мәңгі болсын. Жұмыста беделің арта берсін, тек бар жақсылық. Бүгінгі кештің көңілдері Ержан, Гүлжан, мерекелеріңіз құтты болсын. Біріншіден үлкен кісілер аман болсын, бауырларыңыз бүтін болсын, еліміз тыныш болсын. Ал Ержан, мерейлі жасың құтты болсын, деніңіз сау болсын, ауырма. Әрдайым осы Гүлжанды қолдап, қорғап, әркез Ержан болса сендей болсын деген келеді. Керемет жансың, әркез кішкене көмек сұрасақ та Ержан әрдайым қол ұшын беруге әзір тұрады. Саған рахмет, осындай ортаң бар, достарың бар, бәрі бауырларың бар, сені көтергелеп жатыр. Бақтардың ұзағынан болсын, бақытты болыңыздар, ұл қыздардың қызығын көріңдер, бірге қатайыңдар. Сіздер жақсы көреміз. Құрметті қауым, бүгінгі қуанышқа бәріңізде отырса отырсыздар. Ержан, Гүлжан, жастарың құтты болсын, жастар жасқа тола бер. Не айтамыз? Балдарыңыз қызығын көріңіздер, өсіп өркендей беріңіздер, жұмыста жемісті болыңыздар, ең бастысы. Осылай ортаңызда сыйлы болып жүре беріңіздер. Ең бастысы еліміз тыныш, еліміз сау, осылай ойнап күліп жүре берейік, амандықты кездесе берейік осылай. Ассалаумағалейкум досы қауым, құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Ержан ағаммен бірге жұмыстас болдық, дос болдық. Қазір ағаны араласып келеміз. Есімім Тұрабат, Қаратүйенің баласымын. Аласан Аталықтың баласымын. Құрметті қонақтар, осы ардастархан жайлап жатқан жеңеме көп алсын бет, жеңеме бір құрмет жасайсыз. Мадан бір айтып жатыр, Ержан ағам өте сыйлы адам. Мен өзім 5 қыздың арасында жалғыз баламын. Ағалық мейірімді, ағалық қамқорлық осы ағамнан көрдім.
және ағам елінде көрсетіп өтті, ағалық парызын да өтейді. Одан соң ағаларымды таныстырды, ағамыз 35 жасында осы ағалар өзінің класстас ағаларымды таныстырды, сол кісілерге де Қазақстанымыз құтты болсын, әрдайым сіз астыңыз молынан болсын. Ағам жеңген екеуміз қоса қатаймыз, бауырларымның қызығын көріп, үлкен кісілер Құдаға жаттап бәріңіз аман болыңыздар. Әрдайым осылай ата-сахнада жүздермен көркейітпей кездесіп жүре берейік амандықта. Рахмет. Қыздар, қосасыздар ма? Қосасыз ба? Ал тамаша, рахмет. Қайта қой, әнді айтып бересің. Мен өлең айтпаймын ғой. Өлең мен вообще коррупцияға жоқ. Суретке түсейік.